Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, құрметті бауырлар. Бүгінгі қозғайтын мәселеміз ислам және ғылым. Ислам және заманауи технология. Осы тақырыпты шама жеткенше бір тоқталып өткім келіп отыр. Жақында интернет желілерінде бірнеше осындай мағынадағы аудиозапистер тарқалып жүр. Солардың біреуі мынау мешіттерде жұрттың барлығы барып кетті, көп ертегі айтылып жатыр екен. Сонан соң тағы да бір тарқап кеткен мәселе, мынау исламдағы осы біздің ислам бейне бір өркениетті, өркендеуімізді, біздің дамуымызды тежеп жатыр екенміш. Соған алып келіп тұр ойдың барлығы. Оған себеп дейді айтушыларымыз, мынау көпшілік соғыс болып жатқан, қиыншылық болып жатқан елдерді қарасаң кілең мұсылмандар, ал байлыққа батып жатқан, дамып жатқан елдер көпшілігі 90% атеист екен. Әсіресе дейді айтушыларда Дания, Швейцария сынды, Люксембург сияқты, Исландия сияқты елдерде 90% атеист екен. Сол елдердің барлығын тексеріп көрдім интернет желілерінен. Солар туралы айтылған мәліметтерді, жалған мәлімет. Мысалы, Швейцарияның 41% есеп қисап бойынша католик, 35% протестант, яғни 75% христиан болып тұр. Исландия дейді, мүлде діннен бас тартты деп айтады. Өте қате пікір. Соңғы есептерге қарасақ, 92-де 2% протестант дінін ұстанушы шіркеу ағымдағы азаматтар. Швейцарияның тіпті конституциясында ұлы Раббымыздың атымен деп бастайды екен. Конституциясының өзін ойласаңыз. Бұл Европа елдер өзінің дінін дәріптейді. Ол жердегі шіркеу қызметкерлерімен жақсы қарым-қатынаста. Бір мезгіл шіркеуге барады. Атеистікті мүлде ұстанып кетіп, 90%-ның бары атеист деп айту жалған мәлімет. Оған ешқандай интернетте дерек те жоқ, айтылған дәлел де жоқ. Сондықтан технологияға діннің әсері бар екен деп айту қате пікір, құрметті бауырлар. Естіп алыңыздар. Әр мәліметті тарқатушы адамның мәліметін тексермей, оған сену дұрыс емес. Мен сөйлей алмайтын едім, әр нәрседе сөйлей бермейтін едім, мен енді сөйлемесем болмайды, құрметті жастар, дінге уланып кеттіңдер дейді ау. Бірақ бұл кісінің айтқан сөзінде мен қосылатын бір нүкте бар. Ол кейбір бауырларымыздың осы дінге шынымен-ақ кетіп қалғандығынан дүниені тәрк ету деген түсінік болмау керек. Немесе діни білім ғана ең жақсы білім, дүнияуи білімді оқымау керек деп түсіну бұл дұрыс емес. Біз мешіттерде имамдарымыз бұны насихаттамайды. Мешіттерде имамдарымыз дүнияуи білімді тастаңдар, оқымаңдар деп ешқашан насихаттаған емес. Және де осыменен тағы да бір аудиозапис тарқалып жатыр. Ол біздің мешіттерде ертек айтылады деген сөз. Ал Абай атамыз Алланың сөзі де рас, өзі де рас, рас сөз ешқашанда жалған болмас деген сөзін қайда тастаймыз. Мешіттің бірінші не екендігін біліп алайық. Құрметті жақсылар, жақында да тағы да біреулер айтты. Мешітте имамдарымыз саясатқа араласады деді. Біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы тарапынан мешіттің имамы ешқандай партияға тұруға қақысы жоқ. Ешқандай партияны жақтауға қақысы жоқ. Бұл міндет. Одан бөлек мешіттерде ешқандай депутаттардың, ешқандай сайлаудың уағызы, шақыруы мүлде суреті де ілінуге қақысы жоқ. Ол туралы айтуға да қақысы жоқ. Бұл біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының ұстанымы. Мешіт, құрметті жақсылар, бұл ғибадатхана. Мешіттің пайдасы, мен қазіргі заманауи тілде айтайыншы, осы дамыған елдердің барлығы
біз қазір бізге енді келіп жатыр мынау коучинг деген, батыстың психологиясы, жаңағы әртүрлі бизнес тренингтер енді келіп жатыр. Енді көзі ашып жұрттың көпшілікке деген бір ауж, яғни бір керемет қатты дамып халқың арасында кетіп бара жатқан нәрсе бар. Қарсы шығушылар да бар, қабылдаушылар да бар. Бірақ бұл өткен ғасырдың 60-70 жылдары Европада көтеріліп кеткен еді бұл мәселе. Қашан бұл нәрсе? Одан бөлек енді шынымен ақ осы өткен ғасырдың аяқ жақтарында өте қатты дамыды Европада. Бізге енді келді. Ол мақұл. Осыған дейін бізге дамыған жаңа түрі келіп жатыр дейік. Осы нәрсенің. Бұдан біздің алатын пайдамыз не? Бұл нені насихаттайды? Біріншіден, қазіргі адамдардың заманауи психологиядағы мақсаты адамдардың өмірінің дәмін сезінсе, түңіле бермесе, жүрекке бір позитив алып келсе, өмірдегі бір қатты түңілушілік, кері әсер нәрселердің бәрін тастаса деген жақсы ұғым, жақсылығын алайық. Бизнес тренингтердегі мақсат та сол, адамдарды дүниеге байлап қою емес. Бәлки қарап отырып, дүниеден түңілместен, кішкентай қимылдап, өте кішкентай өзінің тіршілік малын тапса да, нан пұлын тапса да, әрекет қылса деген мақсат. Осымен айналысып жатқан азаматтарға мен өте қолдаймын да. Оның ішінде міне Аманжол бауырымыз бар, оның ішінде міне Ахметбек Нұрсила деген ағайымыз бар. Тағы да мен біраз шәкірттеріме де осы кісілерге барып бизнес үйреніңіздер деп насихаттадым да. Өйткені одан мақсатым үйде жұмыссыз жатқаннан көрі солар жерден нан табуды үйренсе екен дегім мақсатым. Енді осы бизнес тренингтің барлығы дерлік айтады да бір нәрсені айтады. Дінге ұқсайтын бір нәрсе бар, бұл эзотерика. Мистика, эзотериканы қозғайды қазіргі заманауи психология дұрыс деп біледі. Ол осы қазіргі нәрсенің көпшілігіндегі насихаттарының бірі, бірден бір нәрсе бұл жаңа аффирмация, визуализацияның жанында ең көп нәрсе медитацияны насихаттап жатыр. Пайдасын айтады. Медитация туралы Оксфордтың ғалымдары, қазіргі заманауи үлкен математикадан доктор наук қорғағандар, мен өз басым кездескен, мысалы физикадағы қазіргі заманауи квантовый физиканы дамытып жүрген үлкен доктор дәрежесін жеткен Питер Стефани сияқты, басқа сияқты үлкен физик ғалымдармен де жолықтым. Олардың біразы осы жаңалдегі дін, эзотерика туралы кітап жазады, өздері де Құдайға сенеді. Солардың біреуі мысалы осы Кембридж университетінде үлкен докторлық қорғап, ғылыми негізде медитация туралы бірнеше емес, 10-нан аса кітаптар жазған физик, математик ғалымдар. Біреу емес, бірнешеуін мысалға келтіруге болады. Бұның барлығы медитация туралы. Мақсаты адам мынау күйбелең дүниеде тек қана ақша табу, тек қана осы материалдық жағдайдан кішкентай басын көтеріп, есін жинаса. Бұл әлемнен жоғарғы басқа әлемге өтіп, виртуалды әлемге барып, саяхат жасаса деген мақсат мен бір жақындатып мағынасын түсіндіріп жатырмын. Түпкі мағынасын. Біздің исламдағы ғибадатханалар, мешіттеріміз мақсатын айтайын енді. Осыған ұқсатып. Қараңыз, мешіттерде дүние сөзін сөйлеуге, сауда жасауға қақысы жоқ ешкімнің, тыйым салынады. Мешіттерімізде. Мешітте дүние сөзін сөйлеуге болмайды. Кім сауда саттық жасап жатса мешітте, Алла тағала сіздің саудаңызды тоқтатып қойсын деп тілек тілеуіңе де рұқсат береді, Құдай сақтасын. Бұл өте жаман нәрсе ғой, мысалы. Өйткені мешітті сауда орнына, дүние орнына айналдырдың дейтін. Неге? Мешіт таңнан кешке шейін сіз шықпай қой деген жер емес. Бір мезгіл келіп, мына күйбелең дүниеден арылып, медитация жасайтын, өзіңіздің рухыңызды келіп, бүкіл қателіктеріңізді ойлап, кемшіліктеріңізді түзететін үлкен орын. Осыдан қанша ғасырлар әуелі өткен Әл-Фараби сынды бабаларымыздың бірі Ибн Синаның трактатында өзінің сөзіменен жазған дүние бар. Ибн Сина айтады: мен бір мәселені шеше алмасам, мешітке баратынмын, 2 ракағат намаз оқимын дейді. Сөйтіп 2 бас намаз оқып, дем алам дейді. Қайтадан үйіме келіп жұмысыма оралсам, мәселем шешілетін дейді. Яғни медитация жасайды.
Яғни мына дүниенің бүкіл қысып баратқан нәрсесінен кішкентай жұмысынан арылады. Заманауи психологияда айтқанда, бұл өзінің подсознаниясын, түпкі санасын қосады. Подсознаниясын іске қосады. Сол арқылы өзінің мына қазіргі санасын кішкентай тоқтатып, алып баратқан, тасып баратқан ойларға бір тоқтам беріп, жаңа күш құдірет алады. Неге айттым мұның барлығын, құрметті жақсылар? Ислам діні еш қашан ғылыми дамуға, технология дамуға қарсы емес. Қарсы болған да емес. Мүмкін бірең сараң кейбір молда сымақтар, дүмше молдалар сөз қозғаған шығар. Бірақ мектеп көрген имамдарымыз, үлкен ғалымдарымыз әрдайым қолдаған дәлел. Оған дәлелім жер бетіндегі ең бірінші нақты мықты картографияны жасаған Ибн Халдун. Жер бетіндегі ең энциклопедияның дамуына үлес қосқан, энциклопедияны сала-саласымен жазуды үйреткен қайтадан мұсылман кісі Ибн Халдун. Одан бөлек қазіргі заманда дейді, біреулер айтады, Нобель премиясын ғылым білімнен алған бірде-бір мұсылман жоқ дейді. Қате. 2006 жылы Бангладеште экономика ғылымдары бойынша Мұхаммед деген кісі Нобель премиясын алды. Экономика бойынша. Бұған не дейсіз? Одан бөлек әлемде демократия орнату, саяси бағытта, басқа бағыттарда Нобель премиясын алған адамдарымыз бар. 7-ге жуық, 9-ға жуық санақ жүреді. Нобель премиясын алған намазхан мұсылман адамдар. Біздің бабаларымызды айтыңыз, Әл-Фарабиді айтыңыз, басында сәлдесі бар, сақалы бар. Ибн Синаны айтыңыз. Әл-Фарабиді тіпті мысалы тарихында, сол кісінің тарихында жазады тарихшы ғалымдарымыз. Әл-Фараби өзінің өмірінің аяғында дейді, 3 күнде бір Құран түсіретін, мал садақа беретін, мешіттен шықпайтын дәрежеге барды дейді. Яғни ол өзінің қартайып қатты неғылғасын, бүкіл өзінің шәкірттеріне ойшылдығын тапсырғаннан кейін өзінің өмірінің аяғын руханиятқа арнады. Байқасаңыз, бұл кісілер осындай үлкен азаматтар. Одан бөлек қанша мысал келтірдіңіз? Абай атамыздың Алладан бөлек айтқан сөзі бар ма екен өзінің өлеңдерінде де, шығармашылығында да, насихатында да? Ыбырай Алтынсарин, қазақтың ағартушысы саналатын атамыз, кел балалар оқылық деп совет өкіметі басын қырқып тастаған сөзі бар. Ал болмаса ең алғаш сөз бір Аллаға сыйынып кел балалар оқылық деп шығып жатыр. Бұл қайдан шықты бұл дүниенің барлығы? Енді ислам діні технологияға, ғылым білімге қарсы емес ешқашан. Бәлки дүнияуи білімді үйренуге шақырады, адамды дамуға шақырады, бекершіл болмауға шақырады. Біздің мешітте жұма уағыздарында міндетті түрде жылына бірнеше уағызымыз мал табуға, ырысық несібені адал табуға, үйде бекер жатпай кәсіп егеленуге арналады. Имамдарымыз тіпті мешіттің мінбарында тұрып, «Ва халайық, үйде құр жатпаңыз, қолыңызға кәсіп егелеңіз, білім іздеңіз, дүнияуи ғылым білімді дамытпасақ, біз ертеңіміз қараң болады» деп насихаттайды. Испаниядағы өнер білімнің дамығаны ше? Испанияның тарихын оқыңыз, 7 жылдық Андалузияның тарихын. Сол жерде жазады, әлі тарих бетінде тұр. Бүкіл Европа қараңғылықта батып атқанда, сен егер көзің ашық болғанды қаласаң, бірінші орында Андалузияға барып, араб тілін үйреніп, мұсылманның арасында жүріп, білім үйренбесең, сен қараңғы боласың деген трактаттар тұр. Ол тіпті сол жердегі француздардың, сол жердегі басқалардың ғалымдарының летопистерінде жазған жазуларында, тарих беттерінде Андалузияның ғылым білімге қандай дамығаны айтылады. Ислам әлемі өнерді де дамытқанын, сол Андалузияда скульптура, яғни мүсін өнері де, музыка өнері де дамығандығы жазылады. Дәл сол Андалузияда одан басқа ғылым білімдер, математиканың, алгебраның, әл-жәбір, есеп қисабы, медицинаның Ибн Сина деп аталғандығы қайдан шықты, құрметті бауырлар? Бұның барлығының түбі біз сияқты, сіз сияқты намазхан мұсылмандар емес па? Енді келіп, қазіргі көп бауырларымыз шығып,
өзіміздің ата дінімізді жамандайды. Біз араб құлдар емеспіз, Құдай сақтасын. Бірде-бір мешітте арабқа құл болайық, түрікке құл болайық деп шақырмайды. Бәлки ата дәстүрімізді ұстанайық, рухани бай болайық деп шақырады. Ол жердегі шақырған адам өзінің рухын байытса, өзінің нәпсісін тәрбиелесе, мынау дүниеге беріліп кетпей өзіндегі төмендерге жәрдем беріп, өтірік сөзді болмаса, шекаралы болса деп тәлім тәрбие береді. Одан басқа бір жаман тәрбие беріп жатқанды қайдан көрдіңіз? Жұрттың алдында неше түрлі сөздер тарқайды екен. Имамдарымыз олай айтты, шындық айтпайды басы. Құрметті бауырлар, мешіт саясат айтылатын орталық емес. Мешітте міндетті түрде мемлекеттің тыныштығын сақтау үшін сөз жүреді. Ол әуел бастан бар. Біреулер айтады, Абу Ханифа сол саяси өліммен өлді дейді. Жоқ, кешіріңіз. Тарихын жөндеп оқыңыз. Имам Абу Ханифа рахматулла алей, мен саясатқа араласпаймын деп өлді. Ол кісіге қазы бол деп, біздің саясатымызға аралас деп, қазы бол деп үкімдар жаса деді. Ол кісі мен саясатқа араласпаймын деп қазылықтан бас тартқан үшін түрмеге жатты. Саясаттан қашқан үшін өлді деп те айтады сондай тарихшыларымыз. Ал енді оны бұрмалаудың қайда кетіп атқанын қайдан қарадыңыз? Құрметті жақсылар, ислам және технология бұл бір-біріне қарсы емес. Ислам және ғылым білімі, дүнияуи даму деген ешқашан бір-біріне қарсы болған емес. Тіпті Құранның өзін ашыңызшы, эмбриология туралы, астрономия туралы, физика туралы, математика туралы, биология туралы, химия туралы не деген аяттар, Құран аяттары бар Құранның ішінде. Біреу келіп оны ертек дейді. Ал Құранда бұл ғылым білімдерді неге айтты? Сізбенен біз сол ғылым білімге құштар болса екен, дамыса екен, сол ғылымды меңгерсе екен деп айтқан емес пе екен? Тек қана осы адам баласы өзінің, мысалы, тек қана Құран оқып, мешіттен шықпа, шашыңды алдырып тастап, қолыңа тәсіп ұстап алда, Құдай, Құдай деп дүниенің бәрін шашып таста деген жер жоқ. Ол жерде ешкім айтқан емес. Тіпті біздің Қазақстанда қатты дамыған Сопы тарихатының өзінде Нақшбандия, Бахауддин Нақшбанди, Алла тағала ол кісінің жайын жәннаттан қылсын. Сондай қаддасаллаху сирраху, сол имам Нақшбандидің өзі айтады. Дил баяру дәст бакар дейді, парсша сөйлегенде. Жүрегің Құдаймен болсын, қолың жұмыста болсын дейді. Яғни жұмысыңды тастама, Құдайыңды да жүрегіңнен тастамағандай. Немесе керісінше, жұмысыңды, наныңды, тіршілігіңді тастама, бірақ жүрегіңнен Құдайыңды ұмытпа дейді. Осы тәлімнің барлығын бабаларымыз әуел бастан айтып келді. Ғылым білімге дамымай жатқанымыз, технологияға алып бармай жатқанымыз бұл біздің мешіттеріміз кінәлі, біздің дініміз кінәлі қылмақшы болған азаматтарға айтатыным, құрметті бауырлар, ойларыңызды өзгертіңіздер. Бұл тарихтың бетін қараңыз, дінді қараңыз, имамдардың айтып атқан насихаттарын көріңіз. Бұның барлығы осы халқымыз, еліміздің рухани байлығы үшін, дамуы үшін келіп жатқан дүние. Құрметті бауырлар, дүние қоңыз болып кетпейік. Мына дүниеде бауырлас болайық, өзге ұлтты бөлмеңдер, өзге дінді төмен санамаңдар, әртүрлі діни алауыздыққа бармайық деген сөздер қайда айтылады? Әлбетте мешітте айтылады. Мешітте енді келіп, біз физикадан сабақ бере алмаймыз ғой. Біз химиядан сабақ бере алмаймыз ғой. Ол, білесіз бе, мешіт ғибадатхана, адам рухын жөндеу үшін, медитация жасау үшін, мына заманның тілімен айтсақ, медитация жасап, өзінің рухын байыту үшін арналған жер. Бұған қанша үлкен діни қайраткерлер, үлкен саяси қайраткерлер осы орталықтарға келіп жатқаны қанша куәміз. Тіпті мысалы міне, тұңғыш президентіміз, елбасымыздың өзі де өзінің президенттігін ұсынбастан сәл бұрын муфтиятымызды ашып беруі, сол таңертең
өзінің президенттігін мен осыдан президенттігімді халқыма тапсырдым деп айтпастан бұрын кешке жақын мешітке келіп зиярат қылып кеткендігі сізбен бізге нені насихаттайды? Құдайсыз күніміз жоқ екендігін насихаттайды. Құдайын ұмытқаннан без дегенді насихаттайды. Мешіттерімізде жастарымыздың көбейгендігінен кейбіреулер қорқады да. Олар мешітке кіріп, сол жастарымыз сол Құдайға табынып барлығы қараңғы дәуірге өтіп кетеді дейтін шығар. Кешіріңіздер. Сіз бұл исламды танымаған үшін осылай деп жатсыз. Ислам дінін дұрыс таныңыз. Ислам дінін дұрыс көріңіз. Қазіргі біраз имамдарымыз жоғарғы білім егелері. Қазіргі біраз имамдарымыз сауатты, көп білім насихаттап жатқан азаматтарымыз, дін насихаттап жатқан азаматтарымыз ғылым, білімнен мысал келтіріп айтады. Дінді айтқанда жай ғана мынау қарапайым бір нәрсені айта бермейді. Ұзын сөздің түйіні, мен барынша осы нәрсені сізбен бізге түсінікті болу үшін, анық болу үшін айтқан сөздерім. Бұл жерде мүмкін бір эмоциямды да сіздерге салып жатқан шығармын, бірақ шамам жеткенше сөзді эмоциямен емес, фактімен, дәлелмен айтуға әрекет жасадым. Нақты кітап бетінен сөйле. Мен сізбенен дебатта отырайыншы. Ислам діні осы қазіргі кездегі ғылыми, білімі дамуға тұсау деген азамат болса, мен сол кісіменен жеке отырып сұхбаттасуға келісемін. Кім қандай адам болсын, келсін, айтсын. Мен сол адамменен отырып исламның кереғар емес екендігін дәлелдеп беруге дайынмын. Ғылым білімнің дамуына тұсау болып жатпағандығына мен кепілмін. Сондықтан, құрметті жақсылар, дінімізді дұрыс түсінейік. Дініміз тек қана осы жаңағыдегі Құран, содан шықпай қал, жаңа дүниеңді тастап кет, бала шағаңды аш қалдырып кет, тіршілік істеме деп айтпайды. Бәлки ары қарай дамы, өс, өркенде дейді, тарихыңды үйрен дейді. Және тағы бір мысал, кейбіреулер айтады екен, біздің муфтиятымыз әулиелерді дұрыс демейді, оларға баруды дұрыс көрмейді. Бұл да қате пікір. Өте қате пікір. Өз басым, мысалы, Маңғыстау еліне барғанда Шақпақ атаға барып зиярат қылып шыққаным бар, суреттерде тұр. Сол жерде Құран да оқыдық, бағыштадық та. Бекет атаға қанша барам деп жолым түспейді. Біз барғаннан кейін бірнеше санаулы күнге барамыз, таңнан кешке шейін уағызымыз бар, бір күн арнауға шамамыз жетпей қалып жатады. Бірақ шамам жетсе, әулие басына барып көргенге не жетсін? Құран оқып бағыштағанға не жетсін? Қабірдің зияратында тұрған не бар екен? Бірақ көп бауырларымыз осы жерде қателеседі. Мен әуел бастан, менің осы 2006 жылғы суретімде жүр ғой, өзімнің ұстазым Қари Сәдуақас Қарекеңменен Ахмед Яссауидің саясында суретке түскеніміз. Маған қонаққа келген адамды мен міндетті түрде Ахмед Яссауи бабамызға апарып көрсетеміз, зиярат қыламыз. Басына кіріп шама жетсе Құран оқып шығамыз. Бұл қай заманнан келатқан үрдісіміз? Сондықтан көп адамдар әртүрлі сөз тасиды. Бірақ сол сөздің дәлелсіз айтып атқандығын тексермей, соған сенулеріңіз дұрыс болмайды. Ал жақсылар, қатты кетсем, тағы да кешірім сұрайым, бірақ дініміздің бұлай дұрыс емес түсініп атқан көп бауырларымызда қынжылтады. Әжептәуір ойшыл, мен ойлап жүрмін деген азаматтардың өзі біздің ислам дінін, ата бабамыздың қолма-қол келген мирас дінін түсіне алмауы, тіпті өзі оқуға немесе уақыт бөлмесе де, тым болмаса білім егесіменен жолығып, осы дінді ұстанушы бір әжептәуір оқыған азаматпен мен жолығып талқылайыншы демегендігі қынжылтады. Бірден келіп біреуден бір ой үзді ма, өзі ой үзді ма, асығыс түрде баян ете салуы біздің дініміздің түсінбей салып, ата бабамыздың тарихын өздері түсінбейді деп отырып, дінімізді түсінбей,
Абай атамыздың әуел бастан насихаттап кеткен насихаттарын ұқпай, бірден дін прогреске тұсау болады деп ұран салуы бұл өте қынжылтатын жағдай. Өте қынжылтатын, ұят іс.